Сәлем достар, сіздермен бірге мистер Шерлок. Мен деген тағы да қандай гайф жасау керек екенін миыма келмей қойды. Бірақ осының алдында жасаған гайфым мына үйімді бұзып тастады. Енді қараңыздар, мынау көтермей жатыр достар. Құлып қалды. Міне мына бір затты осы бір затты бомба жара алмайды. Сондықтан осымен мен жасап қойдым өз үйімді. Негізінде бұл осындай үй болып шықты. Керемет шықты. Мен енді жердің астынан үй салсам ба деп ойланып отырмын. Бірақ қараңыздар достар, мен бар ғой, бір күшті горка ойлап таптым. Міне вагонеткамен қазір біз осы бір жерден сырғанайтын боламыз. Өте керемет. Міне біз құлап бара жатырмыз. Көмектесіңіздер. Міне. Ал енді осылай жүру керекпіз. Міне осылай. Мына тұрып қалды. Достар, мына тұрып қалды. Бағана тұрмаған еді. Негізінде. Давай, тура вагонетка. Тура неге құлады. Блин, мен достар, вагонетканы құртып алдым. Ехай. Міне, керемет жол. Ана жақта эндермен жүр ғой. Қорқынышты, достар. Осы эндермен мен слендермендерді білесіздер ме? Сол екеуі бір-бірінен айнымайды. Екеуінің де бойы ұзын, екеуі де убийца, маньяк. Ал енді қараңыздар, достар, біраз уақыттан соң тура осы жерден біз артқа қарай сырғанайтын боламыз. Сонда керемет әдемі болады. Мына жерлерге мен факелдар қойып қойдым, өйткені қараңғы болып кетеді бұл жер. Өте шуақты күн, тамаша күн. Не? Ал енді ана жаққа шығамыз. Ана жақта ойбай, ведьма жүр ғой. Достар, бұл творческий. Не? Достар, сіздерге бірдеңе айтып қойын. Кім менің каналыма жазылады, мен де соның каналына жазыламын. Ал егерде кімнің каналы жоқ, маған жазылса, онда сол адам бақытты болсын деп тілеймін. Міне, осы бір жерде айналып кете аламыз. Міне, енді артқа қайтып бара жатыппыз. Өзіме осы бір горка ұнайды, әдемі. Ана бір бағанағы көрсеткен шыққан жағымыз бар ғой. Дәу жақшы. Сол жақта қазір керемет болады. Міне осы жер, достар. Горка! Ойбай! Мына жерде басың айналып кетеді, достар. Түсіндім. Түсінбей қалды жаздағым ғой, достар. Ал енді осы жерге келіп тоқтаймыз. Мынаны құрт жіберек, әйтпесе орын алып қалады. Қайтып келгенде сол жерге діңк етіп бұрыламыз. Қайтадан артқа айналып кететін боламыз. Міне, енді сіздерге үйімнің ішін көрсетейін. Өте керемет. Бірақ жоғарғы бөлмелерде, то есть комнаталарда бөлмелер аз. Міне, мынау менің жататын бөлмем. Өте әдемі. Ыңғайлы. Мына жақта балкон бар. Қоса. Міне, өте керемет. Мына жақтарда да факелдар бар. Тұр. Міне. Бізде қараңғы батып бара жатыр ма, достар? Қазір бір ұйықтап алайық. Міне. Қайырлы таң, достар. Бір ұйықтап алдым, сергіп қалдым мен. Ал енді кеттік. Келесі бөлмелерді көрсетейін.
мынау кухня. Негізінде бір түрлі кухня, бір түрлі. Өзіме ұнамайды сол кухня. Ал мына жер анандай нелерді, қалған заттарды, соларды сақтау. Мына жер тоже сондай. Ал мына жақта болса, үстіңгі этажға шығамыз. Мында бірақ комната, бұл жерде бассейн, міне. Ал енді кеттік. Ойбай, паузер өлтірейік. Нет, я боюсь. Қыздар деген осындайдан қатты қорқады ғой, достар. Өлшей. Достар, міне. Айтпақшы, мына жақта да балкон бар. Ұмытып кеттім. Мына жерде факелдар жарылып кеткен еді. Мына жерде жар жібергенде бомба. Мына жердегі нелерді атылып кеткен еді. Сын қалған еді, негізінде. Енді осы бір жерлерге факелдар қойып шығам. Ойбай, крама қойдым ғой, достар. Мына жер енді тоже сондай. Мына жерде 2 комната. Мынау жуынатын бөлме, достар. Ал мынау болса қонақ бөлме ғой деймін. Қонақ бөлме, достар. Қонақ бөлме. Мынау үстіңгі этаж. Ойбай, мынау крыша ғой, крыша. Не? Ана жақта тағы да бөлме бар. Бұл жер басқа жерден шығады, әйтеуір. Есімде жоқ. Міне осы жерден. Тура осы жерден шығады. Ал енді сіздерге мен 1-ші этажды көрейін. Ана 4-ші этаж. Мына, то есть, тоқта шатыс кеттім мен, достар. Мына 3-ші этаж, үстіндегі 4-ші этаж. Мына 2-ші этаж. 1-ші этажда анандай нелер сақталады. Ескі кітаптар, оны алдыңғы видеоларда айтып өткен. Мына жерде есік кіретіндер. Міне ескі кітаптар бөлмесі. Кітап оқимыз ба, достар? Оқымай қойғыш. Оқымаған кеп тұрған жоқ. Енді кеттік. Шығайық бұл жерден, ойбай. Енді не істейміз, достар? Не? Менің үйім нормальный. 4-ші этажда да айтпақшы не бар? Ана, балкон. Айтпақшы, достар, қараңыздар. Мына бір бөлмелердің үстінен мен терезе салып қойдым. Әйнек. Міне, мына бір жер. Бұл жерде не ағып салып қойды деп ойлайсыздар. Өткені жатқанда, аспандағы жұлдыздарды көріп жату үшін. Әйтпесе, бір жағынан ашық қылып қойсам.